Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Өзіміздің үйімізді сатқалы қазір ата-енемдермен бірге тұрып жатырмыз. Менің күнім қалай басталады? Негізі маған ата-енеммен бірге тұрған немесе бөлек тұрған разницасы жоқ сияқты. Өйткені мен енемнен кейін тұрамын ұйқыда. Қатты ұйқыны жақсы көретін адаммын ғой, осылайша тамағын беріп аламын, ол кісі жұмысқа кетеді. Атам негізі 5 күндік жұмыс жасайды, ол кісі таңертең 6-да жұмысқа кетеді. Ұбыр күні осылай 2 күнде бір жасап тұрамын, күнде жасамаймын, шандарды, полдарды сүртіп. Енем осы жерде жұмыс жасайды, қыз-келіншектердің киімін сатады. Қазір осындай мектеп формалар сатып жатыр. Галактика бутик 94, келіп қарап көрсеңіздер болады. Әмірге де мектепке дайындықты бастадық, киімдерін алдық, аяқ киімін алдық. Арасында тойға да барып үлгеріп жатырмыз. Отбасымызбен бірге қайнағамыздың баласы 1 жасқа және де тұсауын кесті, соған шақырған болатын. Осындай муслима кафесіне барып, неке сарбала 1 жасқа толып жатыр. Арасында ойындар болды, гармонмен өлең айтылды. Осындай ер кісілер ойыны ұйымдастырды, өте күшті, керемет өтті. Андай қызықсыз бұл. Тамақ жеп бір қайтқан жоқпыз да, ойындар болды, және де тұсаукесер болды. Осындай бірінші гармонды алды, одан кейін осындай машинаның кілтін алды. Содан торт жедік, шай іштік, солай үйге қайттық.